Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Сабақтың тақырыбын анықтау үшін мына ребусты шешіп көрейік. 100 санының бірінші әрібін, есік сөзінің бірінші әрібін және қар сөзінің соңғы әрібін алып, біздің сабағымыздың тақырыбын анықтайық. Қандай сөз шығады екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жер сөзі шығады. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер ғаламшарының көрінісі деп аталады. Сабақтың мақсаты жердің пішінін оның жасанды моделі негізінде анықтау. Барлық оқушылар жер ғаламшарлары шарға ұқсайтынын біледі. Оқушылардың басым бөлігі жасанды моделіне сүйене отырып, жердің пішінін анықтайды. Кейбір оқушылар зерттеу жұмысын жүргізеді, талдау жасайды және жинақтау жасайды. Олай болса, балалар, қазір өздерің секілді оқушының түсірген бейне жазбасын тамашалайық. Жер ғаламшарының килограммын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл өте үлкен. Жер ғаламшары басқа ғаламшарларға қарағанда тығыздығы 5515 грамм. Бұл өте таңғаларлық, ғажайып. Тек физикалық тұрғыда ғана есептелген жағдай әрине. Біздің жер ғаламшарымызда 78%-ын су алып жатыр. Оның ең үлкені Тынық мұхиты. Тынық мұхиты әрине. Тынық мұхитының жалпы ұзындығын өздеріңіз экраннан көріп отырсыздар. Оның ұзындығына 3 қалған теңіз сиып кете алады. Және аңызға сүйенсек, осы жер ғаламшарының ең бірінші үлгісі тек қана бір арал болған. Бұл жағдай кейінгі болашақта да түзілуі мүмкін, әрине. Сонау ғарыштан осы Гималай шыңының көрінеді екен. Балалар, біз бейнероликтен қандай мәліметтерді білдік? Әрине, жер ғаламшарының массасын, оның тығыздығын және жердің 78%-ын су басып жатқандығын білдік. Қалай ойлайсыңдар, біз жер ғаламшарын неден көреміз? Дұрыс айтасыңдар балалар, біз жер ғаламшарын глобустан көре алады екенбіз. Глобус деп жердің кішірейтілген моделін айтамыз. Мұны білу біз үшін өте маңызды. Глобус латынша шар деген мағынаны білдіреді. Глобус жердің кішірейтілген үлгісі. Олай болса, балалар, бейнероликке назар аударайық. Жер дегеніміз күн жүйесіне кіретін 8 планетаның бірі. 8 планетаның ішінде жерде ғана тіршілік бар. Жер күнге жақын үшінші ғаламшар. Жер шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын пайда болған. Жер қатты, сұйық заттар мен газдардан тұратын алып шар. Жер өз осін әрбір 23 сағат 56 минутта, ал күнді 365 күн 6 сағатта айналып шығады. Жер бетінің 4/3 бөлігін су, 4/1 бөлігін құрлық алып жатыр. Ертеде адамдар жердің пішінін қалай елестеткен? Ежелгі гректер біздің ғаламшарды жауынгер қалқаны сияқты дөңес деп есептеген, ал оның шетін мұхит шайып тұрады деп ойлаған. Ежелгі Қытайда жерді тегіс тіктөртбұрыш ретінде қабылдаған, ал астында аласұрған айдаһар бар деп ойлаған. Ежелгі Үндістан халқы жерді 3 піл көтеріп тұрған жартылай сфера ретінде елестеткен, ал пілдер тасбақаның үстінде орналасқан, ал тасбақа мұхитта жүзіп келе жатыр деген тұжырым жасаған. Балалар, айтыңдаршы, жер мен доптың ұқсастығы неде? Дұрыс, жер мен доптың ұқсастығы ол пішінінің дөңгелектігінде. Ал жер мен доптың айырмашылығы қандай деп ойлайсыңдар? Өте жақсы. Жер мен доптың айырмашылығы ол жер тіршілік орны болса, доп ойнайтын ойыншық болып
табылады. Ал енді балалар, жер пішіндес заттарды мына суреттердің арасынан тауып көрейік. Қанекей, сендерге ойлануға уақыт беремін. Дұрыс, доп жер пішіндес, түйме жер пішіндес, және де дөңгелек жер пішіндес фигураға жатады екен. Балалар, сендер тағы да қандай заттарды білесіңдер? Жердің пішініне ұқсас. Тамаша, жарайсың, Малика. Кәнеки, Айсұлтан, сен қандай мысал келтіресің? Өте жақсы, жарайсың. Ал енді балалар, біз сендермен иә немесе жоқ ойынын ойнаймыз. Жер ғаламшары шарға ұқсайды. Жер ғаламшары теп-тегіс. Жердің шеті бар. Тоқтар Аубакиров ғарышқа ұшты. Аспан мен жердің түйіскен жері көкжиек сызығы. Тамаша, жарайсыңдар балалар, сендер бұл сұрақтарға да жақсы жауап бердіңдер. Балалар, сендерге берілген келесі тапсырманың бірі ойлан да ойыңмен бөліс деп аталады. Жүзіп келе жатқан кемені кім бірінші көре алады? Теңіз жағасында тұрған адам ба, әлде биік ағашта отырған адам ба? Ойланыңдар. Дұрыс айтасың, Мансұр. Жүзіп келе жатқан кемені биік ағашта отырған адам бірінші болып көре алады екен. Тамаша, жарайсың. Балақай, сен ғарыштан қарағанда жер үлкен, көгілдір және сопақша тәрізді болып көрінетінін есіңде сақтап ал. Балалар, біздің сабағымыз өз мәресіне жетіп келеді. Сабақтың соңын чемодан және ет тартқыш ойынымен аяқтағым келіп тұр. Яғни сендер бүгінгі сабақтан өздеріңе керекті мәліметтер алған болсаңдар, алдарыңда тұрған стикерді чемоданға келіп, ал мәліметтерді қажет етпейсіңдер. Егер болашақта керек емес мәліметтер болған болса, ет тартқышқа келіп, стикерлерді жабыстыруларыңа болады. Жарайсыңдар балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.